Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы зейнеткерлердің қаржылық жағдайына тікелей әсер ететін өте маңызды әрі шұғыл ақпарат. Бұл ақпарат сіздің немесе жақын туысыңыздың әмиянына үлкен көмек болуы мүмкін. Сондықтан осы бейне жазбаны соңына дейін мұқият тыңдап, бірде-бір маңызды детальді жіберіп алмауға тырысыңыз. Бұл өмірлік маңызы бар ақпарат әр зейнеткерге, тіпті олардың отбасы мүшелеріне де қатысты. Сондықтан қазір бірден арнаға жазылып, осы бейне жазбаға лайк басып, бізді қолдаңыз. Ал енді бастайық. Проблеманың түйіні. Бұрын қалай болды? Қазақстан зейнеткерлері жалпы халықтың барлығы сияқты коммуналдық қызметтерге толықтай төлем жасап келді. Әрине, кейбір әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде зейнеткерлерге де тұрғын үй көмегі немесе басқа да жеңілдіктер қарастырылған болатын. Бірақ бұл жеңілдіктер көбінесе табысына қарай берілетін және коммуналдық қызметкердің белгілі бір бөлігін ғана жабатын. Яғни, зейнеткерлік жасына жеткен үшін ғана барлық коммуналдық төлемдерден толықтай босату деген бұрын соңды болмаған жағдай еді. Әр ай сайын келетін квитанциялар зейнеткерлердің бюджетіне айтарлықтай салмақ салатыны белгілі. Әсіресе жылыту маусымында немесе үйде көп адам тұратын болса, бұл төлемдер зейнетақының қомақты бөлігін құрауы мүмкін еді. Дәрі-дәрмекке, азық-түлікке, немерелеріне сыйлыққа жұмсалатын қаржыны үнемдеу үшін көптеген ата-әжелеріміз коммуналдық қызметтерді уақытында төлеп, тіпті кейде басқа қажеттіліктерін шектеп отырды. Ал қазір не өзгерді? Қазіргі таңда Қазақстан үкіметі зейнеткерлерді әлеуметтік қолдау мақсатында бұрын соңды болмаған бірегей шешім қабылдады. Осы жылдың мамыр айында, яғни дәл қазіргі кезеңге, Қазақстан Республикасының барлық зейнеткерлері коммуналдық қызметтерге қатысты төлемдерден толығымен босатылады. Иә, дұрыс естідіңіздер, толығымен босатылады. Бұл зейнеткерлердің әл-ауқатын жақсартуға бағытталған бір реттік, бірақ өте маңызды бастама. Бұл шара мамыр айында пайдаланылған электр энергиясы, суық және ыстық су, жылу, газ, қоқыс шығару және үйді күтіп ұстау қызметтері үшін төленетін барлық төлемдерді қамтиды. Бұл бағдарламаның мақсаты 7 жастағы азаматтардың мемлекет дамуына қосқан үлесін бағалау және оларға қаржылық тұрғыда қолдау көрсету. Яғни, мамыр айында сіздің немесе ата-әжеңіздің коммуналдық қызметтер үшін төлемі 0 теңге болады. Не білу керек? Кім уайымдауы керек және кім уайымдамауы керек? Енді осы жеңілдіктің егжей-тегжейін талқылайық. Бұл бір реттік акция. Яғни, тек мамыр айында тұтынылған коммуналдық қызметтер үшін ғана қолданылады. Маусым айынан бастап төлемдер әдеттегі тәртіппен жалғасады. Сондықтан мамыр айындағы босатуды басқа айларға шатастырмаңыз. Бұл жеңілдік Қазақстан Республикасында ресми түрде зейнеткер ретінде тіркелген кез келген азаматқа қатысты. Жас бойынша зейнетке шыққандар да, еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетке шыққандар да, мүгедектігі бойынша зейнетке шыққандар да барлығы осы бағдарламаның аясына кіреді. Ең бастысы, сіз Қазақстанның зейнетақы жүйесінде тіркелген және тиісті куәлігіңіз болуы керек. Қандай коммуналдық қызметтер қамтылады? Бұл жеңілдік барлық негізгі коммуналдық қызметтерді қамтиды. Оларға: 1. Электр энергиясы, ай бойы пайдаланған киловатт сағат үшін төленетін сома. 2. Суық және ыстық су, суды тұтынуға арналған тарифтер. 3. Жылу, көп қабатты үйлердегі орталықтандырылған жылу жүйесі үшін төлемдер. 4. Газ, егер үйіңізде газ болса, оның тұтынуына арналған төлем. 5. Қоқыс шығару, коммуналдық қалдықтарды тасымалдау қызметі. 6. Үйді күтіп ұстау, кәсіби қызметтері, көп қабатты үйлердегі ортақ мүлікті күтіп ұстауға арналған айлық төлемдер. Яғни, әдетте сіздің квитанцияңызда көрсетілген барлық негізгі төлемдер осы мамыр айында сізден талап етілмейді. Кім уайымдауы керек? Бірінші кезекте, бұл ақпараттан хабарсыз қалған немесе оны дұрыс түсінбеген зейнеткерлер уайымдауы керек. Егер сіз бұл жеңілдік туралы білмей, мамыр айындағы төлемді әдеттегідей жасап қойсаңыз, ол артық төлем болып есептеледі. Сондықтан төлем жасамас бұрын мұқият тексеріңіз. Сонымен қатар, егер бұл жеңілдікті алу үшін қандай да бір құжаттарды тапсыру қажет болса, оны жіберіп алуыңыз мүмкін.
Сондықтан осы бейне жазбаны мұқият тыңдап, қажетті қадамдарды жасауға дайын болыңыз. Ең бастысы, осы жеңілдікті пайдаланып, алаяқтар әрекеттер жасайтын адамдардан сақ болыңыз. Ешқандай жағдайда телефон арқылы жеке деректеріңізді немесе банк картаңыздың нөмірін айтпаңыз. Кім уайымдамау керек? Бұл бағдарлама туралы толық ақпарат алған және оны дұрыс түсінген зейнеткерлер уайымдамауы керек. Егер сіз қажет болса, тиісті мекемелерге жүгініп, жеңілдікті рәсімдеуге дайын болсаңыз, онда сіз ешқандай қаржылық шығынға ұшырамайсыз. Енді нақты мысалдарға көшейік. Бұл сіздің қаншалықты үнемдейтініңізді айқын көрсетеді. Мысал 1. Атамұрат, 72 жаста, зейнеткер. Ол Алматы қаласындағы 2 бөлмелі пәтерде жалғыз тұрады. Оның айлық коммуналдық төлемдері орта есеппен 25,00 теңгені құрайды. Оған электр энергиясы, су, жылу, газ, қоқыс шығару және кісі қызметтері кіреді. Егер Атамұрат мамыр айында бұл төлемдерден толықтай босатылса, ол осы айда 25,00 теңге үнемдейді. Бұл ақша оған өзіне қажетті дәрі-дәрмектерді сатып алуға, немерелеріне шағын сыйлықтар жасауға, немесе жазғы маусымға дайындалу үшін азық-түлік қорын жинауға мүмкіндік береді. Ол өзінің зейнетақысының айтарлықтай бөлігін осы қажеттіліктерге бағыттай алады. Мысал 2. Әже Гүлнар, 68 жаста, зейнеткер. Ол Астана қаласындағы 3 бөлмелі пәтерде ересек балалармен және немерелерімен бірге тұрады. Пәтер әже Гүлнардың атына тіркелген және коммуналдық қызметтердің шоттары да оның атына келеді. Олардың отбасының айлық коммуналдық төлемдері шамамен 40,000 теңге. Әдетте, бұл соманы отбасының барлық мүшелері бөлісіп төлейді, бірақ төлем үшін жауапкершілік әже Гүлнарда. Осы жағдайда мамыр айында әже Гүлнардың шотындағы барлық 40,000 теңге коммуналдық төлемнен босатылады. Бұл отбасы үшін үлкен көмек, өйткені бұл ақшаны олар басқа отбасылық қажеттіліктерге, мысалы, балалардың мектепке немесе университеттегі шығындарына жұмсай алады. Әже Гүлнардың зейнетақысынан бұл ауыртпалықтың алынып тасталуы, оның өзіне қажетті заттарды сатып алуына немесе демалысқа шығуға мүмкіндік береді. Мысал 3. Ернар аға, 75 жаста, зейнеткер. Ол Шымкент облысының жеке үйінде тұрады және үйі газбен жылытылады. Оның коммуналдық төлемдері, әсіресе жылу маусымында өте жоғары болады, шамамен 35,000-40,000 теңгеге дейін жетеді. Мамыр айында жылу маусымы аяқталғанымен газ, электр энергиясы және су үшін төлемдер әлі де айтарлықтай. Оның мамыр айындағы коммуналдық шығындары шамамен 30,000 теңге деді. Осы бағдарламаның арқасында Ернар аға осы 30,000 теңгені үнемдей алады. Бұл оның отбасылық бюджетіне үлкен қолдау болып табылады. Өйткені ол бұл ақшаны үйіндегі ұсақ жөндеу жұмыстарына, бақша шаруашылығына қажетті заттарды сатып алуға немесе немерелеріне көмектесуге жұмсай алады. Осындай нақты мысалдар бұл жеңілдіктің қарапайым зейнеткерлердің өміріне қаншалықты оң әсер ететінін көрсетеді. Ерекше жағдайлар, қауіптер және ескерілмеген нюанстар. Бұл жеңілдіктің барлық нюанстарын және мүмкін болатын қауіптерді түсіну өте маңызды. Автоматты түрде немесе өтініш арқылы. Бұл ең маңызды сұрақ. Әдетте, мемлекеттік бағдарламалардың көпшілігі автоматты түрде жүзеге асырылады. Яғни, сіз ресми түрде зейнеткер болсаңыз, коммуналдық қызмет көрсететін компаниялар сіздің мәртебеңізді базадан автоматты түрде тексеріп, төлемді нөлдейді деп күтіледі. Бірақ Қазақстандағы жүйелердің кейде кешігуі немесе қателіктер жіберуі мүмкін екенін ескерген жөн. Сондықтан мамыр айы үшін келетін квитанцияға мұқият назар аударыңыз. Егер онда төлем сомасы көрсетілсе, онда сіз жеңілдікке ілінбей қалғансыз немесе жүйелік қателік орын алған. Бұл жағдайда әрекет ету қажет болады. Ешқашан бәрі автоматты түрде болады деп арқаны кеңге салмаңыз. Әрқашан тексеріп отыруды ұмытпаңыз. Нақты қызмет көрсетушілер бұл жеңілдік мемлекеттік немесе мемлекет реттейтін барлық негізгі коммуналдық қызметтерге қатысты. Мысалы, Алматы Энергоспыт, Су арнасы, Алматы Жылукоммунэнерго сияқты компаниялар және басқа да қалалық коммуналдық қызмет провайдерлері осы тізімге кіреді. Егер сіздің үйіңізді жеке басқарушы компания басқаратын болса, және олардың қызмет көрсету түрлері сіздің квитанцияңызда көрсетілсе, олар да осы бағдарламаға енуі керек. Әйтпесе, бұл бағдарламаның мақсаты толықтай орындалмайды.
Егер сіздің квитанцияңызда жеке компаниялардың төлемдері бөлік көрсетілсе, оларға хабарласып, нақтылап алғаныңыз жөн. Қарыз және артық төлем. Бұл жеңілдік мамыр айындағы тұтынылған қызметтерге ғана қатысты. Егер сіздің бұрынғы айлардан қалған коммуналдық қарыздарыңыз болса, бұл бағдарлама оларды өтемейді. Сіз қарыздарыңызды әдеттегідей төлеуіңіз керек. Мысалы, егер сізде сәуір айы үшін 10,000 теңге қарыз болса, оны төлеуіңіз керек, бірақ мамыр айындағы төлемнен босатыласыз. Егер сіз қателікпен мамыр айындағы төлемді жасап қойсаңыз, ол артық төлем болып есептеледі. Бұл жағдайда сіз қызмет көрсетуші компанияға өтініш жазып, артық төлеген соманы келесі айдың төлеміне аударуды сұрауға немесе оны кері қайтаруды талап етуге құқылысыз. Бірақ бұл қосымша әурешілік тудыратынын есте сақтаңыз. Сондықтан ең дұрысы мамыр айында коммуналдық қызметтерді мүлдем төлемеу. Бірнеше жылжымайтын мүлік, егер зейнеткердің бірнеше пәтері немесе үйі болса, бұл жеңілдік бір ғана басты тұрғын үйге, яғни зейнеткер тіркелген мекен-жайға ғана қолданылады. Әдетте, әлеуметтік жеңілдіктер азаматтың тұрақты тіркелген негізгі тұрғылықты жеріне беріледі. Егер сіздің атыңызда бірнеше жылжымайтын мүлік тіркелген болса, және әрқайсысына бөлек шоттар келетін болса, жеңілдік тек сіздің тұрақты тіркелген мекен-жайыңыздағы шотқа ғана қолданылады. Қалған мүліктер үшін төлемдерді әдеттегідей төлеу қажет болады. Бірге тұратын отбасы мүшелері, егер зейнеткер өзінің ересек, жұмыс істейтін балаларымен немесе басқа да туыстарымен бірге тұрса, және коммуналдық шот зейнеткердің атына тіркелген болса, онда пәтерге келетін барлық коммуналдық төлемдерден толықтай босатылады. Жеңілдік пәтер иесінің мәртебесіне байланысты беріледі. Бірақ егер пәтер басқа отбасы мүшесінің атына тіркелген болса, ал зейнеткер тек сол жерде тұратын болса, онда жеңілдік туралы мәселені коммуналдық қызмет көрсетушілермен нақтылап алған жөн. Кейбір жағдайда, егер зейнеткер үйдің негізгі тұрғыны ретінде тіркелген болса, оған да жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін. Практикалық кеңестер: не істеу керек? Енді ең маңызды бөлімге келдік. Осы жеңілдікті алу үшін сізге нақты қандай қадамдар жасау қажет? 1. Бірінші қадам – зейнеткерлік мәртебеңізді тексеріңіз. Сіз Қазақстанда ресми түрде зейнеткер ретінде тіркелгеніңізге көз жеткізіңіз. Сізде зейнетақы куәлігі болуы керек. Егер қандай да бір себептермен сіздің зейнеткерлік мәртебеңіз туралы ақпарат жеткіліксіз болса, зейнетақы төлеумен айналысатын мемлекеттік органдарға хабарласыңыз. 2. Екінші қадам – мамыр айындағы коммуналдық қызметтердің төлемдерін төлемеңіз. Әдетте, мамыр айында тұтынылған қызметтер үшін квитанциялар маусым айының басында келеді. Осы квитанцияны мұқият қараңыз. Егер төлем сомасы 0,0 теңге болып көрсетілсе, онда бәрі дұрыс. Ешқандай төлем жасаудың қажеті жоқ. Егер квитанцияда әдеттегідей сома көрсетілсе, дереу төлем жасамаңыз. 3. Үшінші қадам – жеңілдіктің қолданылуын тексеріңіз. Коммуналдық қызмет провайдерлеріне хабарласыңыз. Электр, су, жылу, газ компанияларының абоненттік бөлімдеріне телефон соғып, мамыр айындағы төлемнен босатылғаныңызды нақтылаңыз. Операторға сын нөміріңізді және мекен-жайыңызды айтыңыз. Мысалы, сәлеметсіз бе? Мен зейнеткермін. Осы мамыр айында коммуналдық төлемдерден босатылатынымды нақтылағым келеді. Менің шын нөмірім, шын нөміріңіз, мекен-жайыңыз. Электрондық үкімет e-gov.kz порталын тексеріңіз. Егер сізде электрондық цифрлы қолтаңба e-цифр болса, e-gov.kz порталы арқылы өзіңіздің коммуналдық қызметтер бойынша төлемдер тарихын тексеріп, мамыр айындағы соманың нөлденгенін көре аласыз. Сондай-ақ порталда әлеуметтік қорғау бөлімінде сізге қатысты жеңілдіктер туралы ақпаратты іздеуге болады. Жергілікті әлеуметтік қорғау бөлімдеріне барыңыз. Егер жоғарыда аталған әдістермен нақты ақпарат ала алмасаңыз, тұрғылықты жеріңіз бойынша халықты әлеуметтік қорғау бөліміне немесе ЦОН, халыққа қызмет көрсету орталығына барыңыз. 4. қадам. Егер жеңілдік автоматты түрде қолданылмаса, не істеу керек? Қажетті құжаттарды жинаңыз. Жеке куәлік, жысын нөмірімен бірге. Зейнетақы куәлігі. Мамыр айындағы коммуналдық қызметтер бойынша алынған квитанция, егер оған төлем сомасы көрсетілген болса. Тұрғылықты жеріңіз туралы анықтама кейде сұрауы мүмкін, бірақ көбінесе қажет емес. Қайда тапсыру керек?
сон халыққа қызмет көрсету орталығы қажетті құжаттармен сонға барып арнайы өтініш жазыңыз. Сон қызметкерлері сіздің өтінішіңізді тиісті мемлекеттік органға, әлеуметтік қорғау бөлімі немесе коммуналдық қызметтерді реттейтін мекеме жібереді. Жергілікті әлеуметтік қорғау бөлімі кейбір жағдайларда сіз тікелей тұрғылықты жеріңіз бойынша әлеуметтік қорғау бөліміне жүгіне аласыз. Ондағы мамандар сізге көмек көрсетеді және өтінішіңізді тіркейді. EGAV KIZ порталы арқылы, егер сізде ETSG болса, EGAV KIZ арқылы да электронды өтініш беру мүмкіндігі болуы керек. Порталда әлеуметтік қорғау немесе азаматтарға көрсетілетін қызметтер бөлімдерін қараңыз. 5. Қадам, мерзімдерді жіберіп алмаңыз. Егер жеңілдікті алу үшін өтініш қажет болса, оны маусым айының соңына дейін тапсыруға тырысыңыз. Себебі мамыр айындағы төлемдер туралы есеп маусым айының басында жүргізіліп, мерзім содан кейін шектелуі мүмкін. Мерзімді жіберіп алсаңыз, жеңілдікті алу құқығынан айырылып қалуыңыз мүмкін. 6. Қадам, алаяқтықтан сақ болыңыз. Ешқандай жағдайда өзіңізге телефон соққан немесе хабарлама жіберген белгісіз адамдарға банк картаңыздың деректерін, шын нөміріңізді, құпия сөздеріңізді айтпаңыз. Ешқандай жеңілдіктерді алу үшін сізден сымс кодтарын немесе банк картаңыздың артқы жағындағы 3 таңбалы FF кодын сұрамайды. Жеңілдіктер тек ресми мемлекеттік мекемелері арқылы ғана беріледі. Кез келген күдікті сұрақтар немесе ұсыныстар болса, дереу коммуналдық қызмет провайдерлерінің немесе әлеуметтік қорғау бөлімінің ресми байланыс нөмірлеріне хабарласып, нақтылаңыз. Қорытынды және соңғы шақыру. Құрметті достар, бүгінгі бейне жазбада біз Қазақстан зейнеткерлеріне арналған мамыр айындағы коммуналдық қызметтерден толықтай босату туралы өте маңызды ақпаратты талқыладық. Бұл сіздің немесе жақын туыстарыңыздың әл-ауқатын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік беретін үлкен мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Барлық қажетті қадамдарды жасап, ақшаңызды үнемдеңіз. Есімізде болсын, бұл бір реттік акция және тек мамыр айына ғана қатысты. Сондықтан квитанцияларыңызға мұқият болыңыз. Қажет болса, тиісті органдарға хабарласыңыз. Егер сізде осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, немесе өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскіңіз келсе, міндетті түрде пікірлерде жазыңыз. Біз барлық пікірлерді оқып, мүмкіндігінше жауап беруге тырысамыз. Сонымен қатар, бұл ақпаратты басқа адамдарда білу үшін осы бейне жазбаға лайк басып, достарыңызбен және туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және әлі жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, алдағы уақыттағы маңызды ақпараттарды жіберіп алмаңыз. Назарларыңызға рахмет. Аман болыңыздар.